Good day guys, how are you doing? Құрметті достар, берілген тапсырмаларды тиянақты орындап, ағылшын тілінен жақсы жетістікке жеткіңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін workbook'тағы 6-шы беттегі 4-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Берілген тапсырма prepositions of place, яғни мекен предлогтарына арналған. Тапсырманы орындамас бұрын prepositions of place, яғни мекен предлогтарын бір қайталап шығайық. In ішінде, on үстінде, under астында, in front of алдында, behind артында, between ортасында, next to қасында, above жоғарыда, near жанында, жақында. Берілген тапсырмада circle the correct preposition деп берілген, я? Circle дегеніміз ол шеңбер, шеңберге алу, дөңгелектеу деген мағынаны білдіреді. Correct дегеніміз дұрыс. Дұрыс предлогты дөңгелекте. Бірінші сөйлемде there's a garden in, behind, on the house деген сөйлем берілген. In ішінде, behind артында, on үстінде деген мағынаны білдіреді. Яғни үйдің артында бақша бар деп айтуымыз үшін behind деген нұсқаны таңдаймыз. Қалған екі нұсқа сәйкес келмейді. Екінші сұрақта there's a poster in front of, on the wall деген сөйлем берілген. Әлбетте біз on the wall, яғни на стене, қабырғада плакат бар деп айтуымыз керек. In деген ол ішінде, я? Немесе in front of алдында деп айта алмаймыз. Үшінші сұрақта my bedroom is next to, under, between the bathroom деген сөйлем берілген. Әлбетте біз next to деген нұсқаны таңдаймыз. Менің жатым бөлмем, жуынатын бөлменің қасында. Under дегеніміз астында, between ортасында. Әрине бұл нұсқалар келмейді. Төртінші сұрақта the cat is between, under, in the table деген сөйлем берілген. Әлбетте біз under деген нұсқаны таңдаймыз. Мысық үстелдің астында. Between ортасында, in ішінде деп айта алмаймыз. Сонымен достар, ең соңғы 5-ші сөйлемге келіп жеттік. The books are under, between, on the vase and the lamp. Әлбетте біз between нұсқасын таңдаймыз, себебі кітаптар ваза мен лампаның ортасында деп айтуымыз керек. Және де аударатын нәрсе, ваза сөзі британдық ағылшын тілінде vase деп айтылса, америкалық ағылшын тілінде vase деп айтылады. Сонымен достар, біз сіздермен workbook'тағы 6-шы беттегі 4-ші тапсырманы талқыладық. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye. Good luck, guys.